Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қорытындылау. Сабағымыздың мақсаты алған білімімізді қорытындылау. Нөмірі 1 тапсырманы орында Қазақстанның қызыл кітабына қанша жануар енгізілгені туралы мәліметтерге қара. Пайыздарды бөлшек түрінде жаз. Теңсіздік құр. Кестеде түрлердің жалпы саны, қорғауға алынғандары және пайыз түрінде берілгені, яғни сүтқоректілер, құстар, балықтар. Яғни мұнда жалпы саны, қорғауға алынғаны және пайыз түрі, яғни 22%, бұл жерде 8%, бұл 15%. Енді бұларды бізге бөлшек түрінде жазу керек. Ол үшін пайыз дейсімізге керек. Пайыз бұл бөлімі 100 болатын бөлшекпен өрнектелген шаманың, яғни санның бөлігі. Яғни мысалы 22 пайызды бөлшек түрінде жазатын болсақ, яғни бөлімі 100 болады дейді. Бөлімі 100, яғни үсті бізде 22. Бөлшек түрінде сонда 22% 100-ден 22 болады. Демек 8 ол 100-ден 8 болады. 15% бұл 100-ден 15. Енді теңсіздік құрастырайық. Яғни 100-ден бізде бөлімдері бірдей, бөлшектерді қалай салыстырамыз? Алымдарын салыстырамыз, Алымы үлкен артық болса, демек ол үлкен болады. Яғни 100-ден 22 артық 100-ден 8-ден. Немесе 100-ден 8 кіші 100-ден 15-ден. Немесе 100-ден 22 артық 100-ден 15-ден. Сондай 3 теңсіздік шықты. Нөмірі 2 тапсырманы орында СД кесіндісі АБ кесіндісінің қандай бөлігін құрайды? Бізде АБ кесіндісі неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бөліктен тұрады. Енді СД кесіндісі АБ кесіндісінің қандай бөлігін құрайды дейді. Мысалы, оны санайық, 1, 2, 3, 4. Бізде АБ 7 бөлікке бөлінсе, онда СД осы 7 бөліктің 4 бөлігін алып жатыр. Демек, СД кесіндісі АБ-ның 7-ден 4 бөлігін құрайды. Нөмірі 3 есептерді шығар. 2 пойыз бір-біріне қарама-қарсы жолға шықты. Біреуі барлық жүретін жолдың 5-тен 2 бөлігін. Яғни барлық жолдың 5-тен 2 бөлігін жүрді, ал екіншісі 100 км жүріп өтті. Екіншісі 100 км жол жүрді. Егер 2 пойыздың ара қашықтығы 250 км болса, яғни 250 км болса дейді, онда кездескенге дейін қанша километр жол жүруі тиіс? Бірінші пойыздың қанша километр жол жүргенін табуымыз керек. Бізге тек қана 5-тен 2 бөлігін жүргені ғана белгілі. Оны қалай табамыз? Бізде барлық жолымыздың ара қашықтығы 250 км. Демек, 250 км-дің 5-тен 2 бөлігін табуымыз керек. Оны табу үшін 5-ке бөлемізде 2-ге көбейтеміз. 250-ді 5-ке бөлсек 50 болады, 50-ді 2-ге көбейтсек 100. 100 км. Демек, бірінші пойызда 100 км жол жүрген, екінші пойызда 100 км жол жүрді. Енді екеуіне кездескенге дейін тағы қанша жол жүру тиіс дейді. Оны табу үшін істейміз. 250-ден мына 2 пойыздың жүрген жолын алып тастаймыз. 250-ден 200 азайтамыз, сонда 50 км. Кездескенге дейін әлі 50 км жол жүру керек. Енді әсі. Мен дейді, 5-тен 2 бөлігі 20-ға тең бір сан ойладым. Мен қандай сан ойладым? Яғни 5-тен 2 20-ға тең дейді. Яғни бізге бүтінді табу керек. Бүтінді табу үшін не істейміз? Мына 20-ны 2-ге бөлеміз де 5-ке көбейтеміз. 20-ны 2-ге бөлемде 5-ке көбейтемін. 10 болады, 10-ды 5-ке көбейтсем 50. Сонда ойлаған сан 50 екен. Нөмірі 4 есепті шығар. Еліміздегі қорықтарға саяхат жасауға студенттер мен оқушылар тобы қатысты. Барлығы 36 топ болды. Студенттер тобы саяхатшылардың жалпы санының 9-дан 2 бөлігін құрайды. Саяхатқа неше оқушылар тобы қатысты? Яғни бұл есеп не туралы балалар? Қорыққа саяхатқа шыққан студенттер мен оқушылар жайлы, не белгілі?
барлығы 36 топ болғаны және студенттер тобы барлық жалпы саяхатшылардың 9-дан 2 бөлігін құрайтын белгілі. Және бізге нені табу керек? Саяхатқа неше оқушылар тобы қатысқан табу керек. Есептің шартын жазып алайық. Яғни және біз студенттер мен оқушылар жайлы дедік, есеп. Демек, студенттер жалпы саяхатшылардың 9-дан 2 бөлігін құрайды. Оқушылар тобы белгісіз. Және барлығы 36 топ болды. Бізге нені табу керек? Оқушылардың санын табу үшін бірінші студенттердің санын табу керек. Ол үшін не істейміз? Яғни студенттер тобы дейді, саяхатшылардың жалпы санының 9-дан 2 бөлігі. Ал бізде жалпы ол 36 топ, Яғни бізге 36-ның 9-дан 2 бөлігін табу керек. Оны қалай табамыз? 36 9-ға бөлеміз де 2-ге көбейтеміз. 36 9-ға бөлсек 4, 4-ті 2-ге бөлсек 8. Бұл студенттер саны. Енді оқушылардың санын табу үшін жалпыдан 8-ді алып тастаймыз. Сонда 36-дан 8-ді азайтамыз. 28. Жауабы саяхатқа 28 оқушылар тобы қатысты. Нөмірі 5-ші мысал. Есепте берілген өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтайық. Яғни бірінші жақшаның ішіндегін орындаймыз, сосын азайтуды, келесі азайтуды орындаймыз. Бөлімдері бірдей болса, алымдарын кәдімгідей алып қоса береміз. Яғни 140-тан 85-ке қосамыз, 140-тан 16-на. Яғни бөлімін өзін жазамыз да, алымдарын қосамыз. Бөлімін жазамыз. 85-ке 16-ны қосақ, 5-ке 6-ны қосамыз 11, бірім ойда, 8-ке 1-ті қосам 9, ойымдағымен 10. Сонда 140-тан 101 шықты. Екінші амал азайту. Яғни 140-тан 135 алынған 140-тан 101. Бөлімін жазамыз, ал алымын азайтамыз. 135-тен 101-ді азайтақ. 34. 140-тан 34. Енді үшінші амал азайту. 140-тан 34. Алынған 140-тан 9. Бөлімін өзін жазамыз. Алымын азайтамыз. Бөлімін өзін жазамыз. 34-тен 9-ды азайтсақ 25. Сонда берілген өрнектің жауабы 140-тан 25. Нөмірі 6-шы есепті шығар. 1 тонна сүттен 83 килограмм ірімшік алынады. 996 килограмм ірімшік алу үшін қанша сүт керек? Яғни 1 тоннадан 83 килограмм ірімшік алынады дейді. Енді 996 килограмм ірімшік алу үшін неше тонна сүт керек? Бізде мұнда тоннамен берілгендіктен біз тонна деп алдық, яғни қанша тонна сүт керек. Енді оны қалай табамыз? Яғни 1 тоннаға 83 килограмм. 1 тоннадан бізде 83 килограмм алынатын болса, онда 996 килограмм ірімшік алу үшін бізге неше тонна дейді. Олай болса біз 996-ны 83-ке бөлеміз, Сонда 12 тонна сүт керек. Біз не үшін бөлдік? Өйткені 996 83-тен үлкен болып тұр, Ал 83 килограмм бет ол тек қана 1 тонна сүттен ғана алынады. Сондықтан біз 996-ны 83-ке бөліп отырмыз. Нөмірі 7-ші мысал, ойлан және жауап бер. Хайуанаттар бағындағы бунақ денелер бөлімінде 8 қоңыз бен өрмекші бар. Олардың барлығында 54 аяқ бар. Егер қоңыздың 6 аяғы, өрмекшінің 8 аяғы болса, бөлімде әрқайсынан қанша бунақ денелі бар?
Яғни бұл бізде балалар логикалық есеп, иә. Сондықтан бұл есепті шығаруда әртүрлі тәсілдер қолдануға болады. Мысалы, бізде бунақ денелер бөлімінде бізге жалпы санын айтып тұр, иә. 8 өрмекші мен қоңыз бар дейді. Енді қоңыздың 6 аяғы, өрмекшінің 8 аяғы, сонда екеуін қосқанда 54 аяқ. Яғни бізде бұлай болып тұр ғой, қоңыздар мен өрмекшілердің саны 8 болып тұр. Яғни екеуінен әртүрлі болуы мүмкін. Мысалға 2 қоңыз 6 өрмекші болуы мүмкін, немесе 6 өрмекші 2 қоңыз болуы мүмкін, 1 қоңыз 7 өрмекші, мысалы әртүрлі сан болуы мүмкін, иә. Бірақ екеуінің қосындысы, аяқтарының қосындысы 54 болу керек қой. Енді оны қалай табамыз? Оны табу үшін біз 8-дің ең бірінші компоненттерін жазалап. Яғни қандай сандардың қосындысы 8-ге тең? Яғни 1 мен 7-ның, иә. Мысалы 1 қоңыз 7 өрмекші болуы мүмкін, немесе 1 өрмекші 7 қоңыз деген сияқты. Оны қазір біз көбейтіп табамыз, 54 шыққан. Енді 2 мен 6-ның қосындысы 8-ге тең, 3 пен 5, 4 пен 4-тікі. Енді арғай бәрі қайталанып кетеді, 5 пен. Енді қазір біз бірінші 1 мен 7-ні таңдайық. Яғни 1 қоңыз, енді табайық, мысалға 1 мен 6 көбейтеміз. Яғни 1 қоңыздың 6 аяғына көбейтеміз. Сонда 6 аяқты 7-ге көбейтеміз 8-ді, яғни өрмекшілердің аяғын, иә. 7 жерде 8-ің 56. Енді не істейміз? Бізде екеуінің қосындысы 54 шығу керек. Ал бізде мында асып кетті, иә. Яғни 56 мен 6-ның қосындысы ол 62-ге тең. Сәйкес келмейді. Егер де орындарын ауыстыратын болсақ, мысалы 7 қоңыз дейік, 7 мен 6-ның көбейтіндісі 42. 1 өрмекші дейік, 1 өрмекшіде 8 аяқ. 42-ге 8-ді қоссақ 50 болады. Яғни 1 мен 7 келмейді, 62 және 50 шығып тұр. Ал бізде 54 шығу керек. Енді 2 мен 6-ны таңдайық. Яғни 2 мүмкін 2 қоңыз, оның 6 аяғы бар. Сонда барлығы 2 қоңызда 12 аяқ. Енді 6-ны көбейтеміз 8-ге. Мысалы 6 өрмекші болуы мүмкін, 6 өрмекшіде әрқайсында 8 аяқтан. 48. Енді осы екеуінің қосындысы 54 шығу керек. Тексерейік. 48-ге 12-ні қосамын. Бұл жерде 60 шықты. Келмейді. Енді 2 мен 6-ның орнына ауыстырайық. Мүмкін 6 қоңыздың 6 аяғы бар. Сонда барлығы оларда 36 аяқ. 2 өрмекшіде 8 аяқ бар. 16, иә. Енді істейміз. 36-ға 16-ны қосамыз. Сонда тең болады 52. Яғни бұл да сәйкес келмейді. Енді бізде үшіншісі бар. Бұл таңдау тәсілі, біз таңдап жатырмыз. Енді 3-ті таңдаймыз. 3 қоңыз болуы мүмкін, яғни 3-ке 6-ны көбейтем. 24. Аяқ екеуінде бірге. Өрмекші 5 болуы мүмкін, ода 8 аяқ бар. 5 8-ге көбейтем. 40. Енді екеуін қосамын. 24-ні қосам. Тең болады 60. Бұл келмейді. Енді орындарын ауыстырам. Мүмкін 5 қоңыз 6 аяғымен. 30. Және 3 көйтілген 8, тең бұл 24. Енді 30-ға 24 қоссам, 54. Міне бізде 54 шықты, е. Демек, бізде қоңыздар саны 5, ал өрмекшілер саны 3. Сонда бізде барлық 8 шықтыр, е. Нөмірі 8-ші есепті шығар. Хайуанаттар бағындағы жануарлар үшін бір бригада 10-7 тонна, екіншісі одан 10-3 тонна кем көкөніс жинады. Барлығы қанша килограмм көкөніс жиналды? Яғни бір бригада 10-7 тонна, екіншісі белгісіз, е, бізге. Бірақ біріншісінен қарағанда 10-3 тонна кем. Және бізге нені тауып керек? Барлығы қанша килограмм көкөніс жиналғанын тауып керек. Енді бізге бірінші мына екінші бригада қанша көкөніс жинағанын тауып керек. Ол үшін істейміз. Кем дейді. Олай болса азайтамыз, е. 10-нан
7'den azaytamiz 10'dan 3'tü. Сонда 10'dan 4 болады. Енді бұл есепте барлығын табу үшін бізде айтады барлығы қанша килограмм көкөніс жиналды дейді. Килограмм түрінде табу керек. Бізде тонна түрінде берілген. Сондықтан біз мыналардың неше килограммға тең екенін тауып алуымыз керек. Яғни 10-нан 7 тонна деген ол 1 тоннаның, яғни 1000 килограммның 10-нан 7 бөлігі деген сөз. Енді әрқайсысын табамыз. 1000-ды 10-ға бөлеміз де 7-ге көбейтеміз. 700 болады. Яғни мұнда 100. Бұл бізде бірінші топтікі. Екінші бізде 10-нан 4-ін бөлігін табу керек. 400. Бұл екіншісінікі. Енді бізге не істеу керек? Барлығын табу үшін екеуін қосамыз. Яғни 700-ге қосамыз 400-ді. Сонда 1100 килограмм. Сонда жауабы барлығы 1100 килограмм көкөніс жиналды.